Сен жігітке қысым жасап жатқанның белгілері. Бәріне сәлем, менің құрбыларым, сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Бүгін мен қоршаған адамдарға, әсіресе жігітке деген қысым жайлы сөйлескім келеді. Негізі адамды стресске кез келген нәрсе апара алады. Бұл оқу, жұмыс, әлеуметтік желілер немесе жақын адамдары болса да. Егер саған ата-анаң немесе жігіттің қысым жасап бастаса, сен оны бірден байқай бастайсың. Бұл жердегі қысым эмоционалды түрдегі жастықпен емес. Бірақ сол қысымды сен өз жігітіңе жасап жатқаныңды байқай аласың ба? Сол үшін мен сенің жасалған қысымыңнан жігітіңнің есі ауып бара жатқанын анықтайтын басты 8 белгіні анықтадым. Онымен қоса жігіт оны саған айтуға қорыққан да болар. Осы видеодағы ешбір белгі сендерге кездеспеуін тілеймін. Ал бар болып жатса, оны комментарийге жазсаң болады. Сонымен дайынсың ба? Онда кеттік. Біріншісі, ол өзін жайсыз сезінсе де барлығы дұрыс деп айтып жатады. Жарайды. Сендер адамның осындай тәсілмен бір нәрсе жасап жатқаның жайлы миллион түрлі кино көрген шығарсыңдар. Жігіт, менде барлығы дұрыс деуі мүмкін. Артынша өтірік күле салады. Бірақ құрбыларым, ондай аңқау болмаңдар. Егер жігіт олай жасаса, демек оны 100% бір нәрсе уайымдатып жатыр деген сөз. Ол саған қатысты болмаса да, жақсы қыз болып, мәселе неде екенін сұрап, жігітті барынша қолдауға тырыс. Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, ол саған өз мәселелерін айтпайды. Бұл белгі бізде алдыңғысынан келіп шығады. Егер сен жігітке өзіңді уайымдатып жатқан мәселелермен бөліс деп айтқаныңда, ол болса тақырыпты ауыстырып бастаса, онда бұл анық белгі. Мүмкін ол жай ғана сені уайымдатпай бар шиеленісті өзі шешкісі келген болар. Бірақ бұл жерде сен оған жай ғана ашық сөйлесейік деген сөздерді ғана айта аласың. Үшінші, ол сирек күлетін болған. Егер бұрын ол әрдайым күлімсіреп жүріп, позитивті шашыратқан болса, ал қазір сенің қасында тым салмақты көріне бастап, өзін бір қинап күлдірте бастаса, онда өзіңнің жасап жатқан әрекеттерің жайлы ойланып баста. Мүмкін сенің бір іс-қылығың оны жайсыз күйге апарады, немесе сенің бұрын бір айтқан сөзің болса да. Осы мәселенің шешімі ретінде мен ортақ таныстардан жігіттің соңғы кездегі өзін ұстауын сұраушы едім. Егер оларда бір түрлі нәрселерді байқап бастаса, онда бұл ашық әңгімеге апарар басты жол болып келеді. Төртінші, ол өзін басқаша ұстайтын болған. Бұл маңызды белгіні ескертпей кетпеуге болмайды. Себебі адамның денесі көп нәрсені айта алады. Мысалы, бұрын ол өзін сенімен емін-еркін ұстап, қазір болса біртүрлі ыңғайсыз, қолын қалтасына салып алған және сенен ары жүріп, жабық адам болып қалса, онда бір нәрсе дұрыс емес. Адам өтірік соғса да, оның денесі өтірік соға алмайды. Бесінші, сенің хаттарың мен қоңырауларынан қашып жатады. Оның дәл қазір саған жауап бере алмайтындығының миллион себептері де болуы мүмкін. Мүмкін ол бос емес, шаршады, телефон отырып қалды, байқамай қалды, сәті келмеді және тағы сол сияқты. Бірақ бұл нәрсе жиі болмау керек. Егер жігіт сенімен ұзақ уақыт сөйлеспесе, демек бір нәрсе нақты болды деген сөз. Алтыншы, ол сенімен сирек сөйлеседі. Бұл нәрсе көбінесе сен жігітті контрольда ұстағың келетін кезде байқалып жатады. Мысалы, көп сұрақтар қоя беріп, сен оның екінші анасы сияқты болып кетесің. Осындай жағдайда жігіт барынша шеттеп, сенімен аз контакт жасауға тырысады. Әркім өз шекарасын белгілеген жақсы, бірақ жігіт сенімен мүлдем сөйлеспейтін болса, демек онымен сөйлесетін кез келді. Жетінші, ол белгілі тақырыптардан қашады. Бұл тура хаттар сияқты, бірақ шын өмірде байқалып жатады. Мысалы, сен бір тақырыпты қозғап айтып бастағаныңда, ол қысылып, өзінің ыңғайсыз сезініп, жауап бермей кетеді. Жалпы айтқанда, алдындағы белгілердің барлығы байқалып жатады. Ең жақсы стратегия ретінде бұл тақырыпты қозғамай жігітке қысым жасамауға болады. Бұл әрине жақсы, бірақ әңгіме екеуіңнің болашақтарың жайлы болмаса егер. Жігіт ортақ болашақты талқылағысы келмесе, демек оны сенімен бірге
байланыстырғысы келмейді. Осы жерде екі нұсқа бар. Біріншісі, ол жігіт жауапсыз және онымен серьезно сөйлесу керек. Немесе екіншісі, ол сені өзінің қасында көрмейді. Себебі алдыңғы пункттардың барлығы сен жайлы болып келді. Сегізінші, ол сенің алдында жауап беруге мәжбүр. Бұл пункт жігіт жайлы емес, қайта сен жайлы болып келеді. Егер сен жігіттің қайда, не істеп жатқанын, қандай баға алып, қалай ұйықтағанын, бүгін не тамақ ішкенін сұрайтын болсаң, онда саған оның мамасы рөлін ойнауды қою керек, біле білсең. Сен осы іс-әрекетіңмен оған жақынырақ болғың келеді, бірақ мен сенің көңіліңді қалдырғым келмейді. Оның саған әрдайым есеп беріп отқаны сен әлемдегі ең керемет қыз етіп жасамайды. Жігітке аздап еркіндік бер. Аздап болсын, кішкентай әлі тиісетін уақыт болады, бірақ ол әлі жас қой, өтінемін. Ал бүгінге осы бұл белгілердің ешқайсы сендерге тән емес деп ойлаймын. Ал біреуі сәйкес келсе де оны тезірек түзетуге асық. Видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда комментарийге жазсаң болады. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.